Қазақ радиосының дін және біз деген бағдарлама жүреді. Сол бағдарламаның авторы және жүргізушісі Санжар Керімбай деген ағаларың. Одан кейін таныстыра кетейін деген өзіміздің жерлесіміз, осы Семейдің жерінен шыққан доктор, техника ғылымдарының докторы, біздің ағамыз Саят Ибраев деген ағамыз. Ол кісі жақын арада бүкіл Қазақстанға сондай жақсы әсер еткен пайғамбарымыз туған күніне байланысты мәуліт деген бағдарлама өткізген. Егер көрсеңіздер, қазір ол кісінің тағы да жерден көресіздер, иншалла. Енді ол кісілердің айтқан сөздерін мұқият тыңдап, бәріміз сондай ықылас білдірсек, бұл жерде негізі айтып отыратын мәселеміз көбінесе Құдаймен байланысты болсын, бұл жерде Құдай сөз айтылған соң, шын көңілмен көңілсеңіздер, өзіңізге бәріміз иншалла жақсы болады, Алла жәрдем етсін. Енді я на русском еще немножко скажу, потому что вижу, есть ребят, которые не понимают по-казахски. Сегодня у нас вот сейчас в данный момент проходит встреча по теме проблемы духовного воспитания в рядах вооруженных сил Казахстана. Вот. У вас здесь воинская часть, есть контингент, сверхсрочники, есть офицеры. Вот ваши взаимоотношения, проблемы, потом такое, которое сильное чувство должно быть у каждого солдата, касается патриотизма, которого нам всем не хватает. Также лично каждого человека душевные проблемы, какие у вас есть, возникают там, взаимоотношения друг с другом, или у каждого там, с гражданкой связанным вопросом, можете письменными или устно задать, который сейчас будет говорить наши гости. Так, я вас сейчас знакомлю, гостей. Это с Туркестана приехали, там есть университет имени Яссауи, преподаватели, доктора наук, это Закария Жандарбек и Досай Кенжитаев. Также телеведущие телерадиокомпании «Казахстан» Еркин Ставшалов и Санжар Керимбаев. Также приехал наш земляк, телеведущий, он также является доктором технических наук, Саят Ибраев. Все, я приглашаю на сцену Еркин Ставшалов, пусть он начнет встречу. Сіздермен бас қосып осындай кездесуге жиналып отырғандарыңызға көп рахмет. Ал біз барлығымыз бұл адамдардың барлықтары, қонақтар бүгін Семейге бүгін ғана келдік. Негізгі мақсатымыз осы жерде үлкен жиын өтпекші. Қазақстан Республикасына танымал адамдардың жиналып отырған себебі бізде осы сенім, білім, өмір деп аталатын республикалық қоғамдық бірлестік бар. Оның орталығы осы сіздердің қалаларыңыз Семей қаласы. Сол сенім, білім, өмір республикалық қоғамдық бірлестігінің қазір Қазақстанның 13 облысында филиалдары бар. Негізгі атқаратын жұмысы осы рухани тәрбие, ұлы ғұламалардың Абай, Шәкәрім, Яссауи сияқты даналардың рухани адамгершілікке негізделген ілімін насихаттау. Ол үшін біз осындай әскери орындарда, сондай басқа да жоғарғы оқу орындарында, орта білім беретін, арнаулы кәсіптік білім беретін оқу орындарында жастармен үнемі кездесіп, осындай бір-бірімен қарым-қатынасындағы негізгі шарттар, осы отанға деген, содан кейін өздерінің халқына деген, өздеріміздің жаңағы ел ағаларына деген, жалпы мемлекетіміздің конституциясына, заңына деген құрмет, бұл қалай болу керек, оның қалай болу керек, ғасырлар бойы ол қалай болып келді, және ары қарай қалай болу керек, осы мәселелер қарастырылды. Сол себептен біздің бұл салада тәжірибелеріміз жеткілікті деп айтуға болады. Біз Қазақстанның өте көптеген аймақтарында әскери бөлімдерде болып, осындай лекциялар, пікір алмасу, диспуттар өткізген болатын. Мысалға, біздің өте көп қарым-қатынасымыз Қазақстандағы төтенше жағдайлар жөніндегі арнайы бөлімдер бар, әскери бөлімдер. Алматының маңайында, Ағаш қаласында соларда болып өткіздік. Одан кейін өздеріңіздің Айыбөз маңындағы әскери дивизия, гарнизон, сондай әскери орындарда да біздің үнемі лекциялар өткізіп жүрміз. Неге? Себебі шын мәнінде сіздер қазір енді 24 сағат жаңағы отанның қызметінде сіздер тыныштығын күзетіп, сондай еңбек етіп жатқан себепті сіздерге ең басты керек информация керек, яғни ақпарат керек, не істеу керек екенін, қалай болу керек екенін. Сол себептен сіздердің араларыңызға келіп ондай кездесулер өткізбесе, сіздердің өз еріктеріңізбен ондай кездесулерді бір барып көретіндей, студент емес, сіздер белгілі әскери тәртіпке бағынғаннан кейін осындай мүмкіндіктер болады. Сондықтан да ең алдымен сіздердің басшыларыңызға осындай жақсы жұмыстарға
жетекшілік жасаған рахмет айтқым келеді. Және де ең бастысы, қазір Қазақстан бойынша үлкен бір ағым, сондай бір жақсы жақсылықтың нышаны басталды. Ол осы дін үлгілерін, діни тәрбиені, рухани тәрбиені ұлы бабаларымыздың үлгілеріне лайықты құру. Бұл үшін біз жаңағы сіздердің жерлестеріңіз, мүмкін араларыңызда семейліктер болса, Шәкәрім, Абай сияқты ғұламалардың еңбектерін тәрбиеге пайдалану мәселесін күн тәртібіне көтеріліп келе жатыр. Сол себептен қазір Қазақстанда ұлттық телерадио корпорациясы бар, мемлекеттік. Сонда арнайы осындай дәстүрлі діни танымымызды кеңейтетін, ақпараттар беретін, сондай діни танымдық бағдарламалар бірінен кейін бір дүниеге келіп жатыр. Бұның бәрі не үшін керек? Себебі қазақ айтады, кемедегінің жаны бір деп. Бәріміз бір мемлекетте тұрып жатқаннан кейін бізде бір тұтас идеология, бір тұтас жаңағы отанға деген көзқарас, бір тұтас өзара тәртіпке деген көзқарас болу керек. Қазір дүниеде өте көптеген діни мәселеге байланысты бейберекеттік болып, соның салдарынан діни қақтығыстар болып жатыр. Сондай жаңағы сырттан дін таратып келіп жатушылар бар. Оның ішінде радикалды осы мемлекеттің тұтастығына, бірлігіне нышан келтіретін ұйымдардың да қызметтерін сіздер байқап отырсыздар. Оның мемлекетіміздің басшысы да баса көз сөйлеп отыр. Егер сіздер бұндай ұйымдар біздің мемлекетімізге ең бір негізгі байлықтарын тәуелсіздігімізде ауызбіршілігімізді тоқтатып келеді. Сол себептен бұндай кезде енді бұл мәселе, бұл осындай тәрбиелер мәселелерін жаңа өзіміздің сіздердің біз елбасы деп айтамыз, сіздер жоғары әскери қолбасшы деп айтасыздар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев күнде өздерінің ғылыми зерттеулерінде, халыққа жолдауларында баса көрсетіп келеді. Неге? Себебі біз 10 жыл бойына Қазақстан жан-жақты модельдерді қарастырып көрдік. Жастарымызды қандай рухта тәрбиелейміз? Батыстық индивидуализм ба, жоқ бір шығыстың даналығына негізделген ата-бабаларымыздан қалыптасып келе жатқан жолға лайық па деп. Осындай модельдердің ішінде мысалға Европаның үлгілерін көрдік. Сосын кейін жаңағы шығыс елдерін ислам дінін ұстап отырған барлықтарының үлгілерін көріп келгеннен кейін соңғы 10 жылда келген түйініміз, бізде Қазақстанда өзінің территориялық, этникалық, ұлттық келбетіне, бейнесіне байланысты соған негізделген бір тұтас рухани тәрбиенің мектебі бар. Оның ең ұлы жаңағы ойшылдары, соның жол нұсқаған адамдардың бірі, ол мына Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи. Сондай-ақ сіздердің жерлестеріңіз Абай, Шәкәрім, осындай ғұламалар бізге сондай жолдар сілтеп көрсетіп кеткен. Сол себептен бізге ондай модельдердің, жаңағы вестерндегі батыстық модельдің де болмаса жаңағы ғылымнан мешеу қалған, ешқандай заманға лайықты жұмыс жүргізе білмейтін шығыстық модельдермен де оған тәуелділік бізде жоқ. Сол себептен біздің өзіміздің ата-бабаларымыз салып кеткен жол бар. Соны енді ғылыми зерттеп, оны адамдарға түсіндіру мәселесі. Біздің Сенім білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігі өзінің алдына осындай мақсат қойған, осы ғұламалардың еңбектерін, істеп кеткен әрекет қызметтерін осы заманға лайықты қылып сіздерге түсіндіру. Бізге түсіндіру, сол сияқты жастар тәрбие. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, кеше ғана үйден келдіңіздер, ауылдағы жағдайды, өздеріңіздің қатарластарыңыздың жағдайлары, қаншама мыңдаған наркомандар бар елімізде, қаншама мыңдаған арақ, басқа да қауіпті дерттерге ұшыраған 100 мыңнан аса бауырларымыз жаңағыдай түрмелерде болып жатыр. Тіпті оны айтпаған күннің өзінде әскери қатарда жаңағы қаншама проблемалар болып жатыр. Мысалға өзін-өзі қол жұмсау, сондай жаңағы әлімжеттік қылып бір-біріне күш көрсету әскер қатарында, соның кесірінен біреудің кәдімгідей бағып отырған баласы, жалғызы, інісі, ағасы сондай мүгедек болып әскерден елге оралып жатыр. Мұның барлықтары адам баласының, адамдардың өздерінің жауапкершілігін сезінбегендігінен болады деп ойлаймын. Сол себептен оның үстінде сіздердің індеріңіз
жаңағы жас жеткіншектердің арасында қаншама көптеген проблемалар бар, жаңағы топ-топқа бөліну, тағы. Осының барлықтары рухани бір тәрбиенің біртұтас жүргізілмеуінен болады. Сол себептен енді сіздер қазір ең бір өмірлеріңіздегі маңызды кезеңде өтіп жатырсыздар. Бұл отан қызметі, отан қорғау. Сіздер мұнда жүргендеріңіз үшін ешкім ақша төлемейді, бірақ мемлекетіміздің заңына сәйкес, мемлекетіміздің негізіне сәйкес сіздер елді қорғау үшін осында келіп отырсыздар. Егер осында жүріп, жаңағындай жаман әдеттерге, жаман жұмыстарға үйірсек болсаңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңіздегі ең бір қасиетті, ең бір халыққа керекті тұсын қара дақпен жағып алуларыңыз мүмкін. Сол себептен мұндай сұрақтарды адам білу керек, әсіресе жас кезінде. Мына елге барғаннан кейін де сіздер жұрттың қадірін, тілдің қадірін, ауылдың қадірін, елдің қадірін білгеннен кейін ауылға барып, елдің арасына бір дұрыс үлгі, отан сүйгіштік, отанын қорғау, ерлік рухындағы үлгілер тарату сіздерге міндет. Егер керісінше болып барғаннан кейін осы жерде жүріп кеткен өмірлеріңіздің ішіндегі жаңағы ауыл-ауылға, облыс-облысқа бөлініп, сондай бір-біріне әлімжетті қылған, төбелес қылған оқиғаларды айтып, жаңадан өсіп келе жатқан балалардың басын одан ары қатырып оларды да жаңағындай жаман нәрселерге үйірсек қылсақ, ол енді біз үшін өте бір керексіз нәрсе. Сол себептен бұны мемлекетіміз де, үкіметіміз де мықты жақсы түсініп отыр. Қазақстандағы бірден-бір ұлттық телеарна бар, Қазақстан деген. Сонда осындай ұлттық дәстүрге негізделген, рухани тәрбиеге негізделген осындай бағдарламалар жүргізіп жатыр. Олардың енді көпшілігін сіздер бүгін өздеріңіздің бөлімдеріңізде әскери көріп отырсыздар. Сондықтан да бұл кездесуді сіздермен біздің арамызда көп жас ерекшелік жағынан алыстық, алшақтық жоқ. Асып кетсе, мысалы, сіздер көптеріңіз 20-22 әйтпесе, одан да төмен жастағы азаматсыздар. Сұрақтарыңыз болатын болса, пікір алмасып, жақсы өз кісілерге қойсаңыздар, және сол сұрақтардың жауабын ала алсаңыздар, біздің бұл келген сапарымыздың, және бұл кездесуді ұйымдастырып отырған сіздердің әскери бөлімдеріңіздің бастығының, сосын жаңағы осы жергілікті үкімет азаматтарының мақсатының орындалған. Сондықтан да сөз кезегін келесі адамдарға қалдыра отырып, қандай да болмасын сұрақтарыңыз болса, қойып, осы елімізді қайтып ел қыламыз. Өздеріңіз жаңағы жазып қойғансыздар мұнда қазақ батырларының ұлы даңқты жауынгерлерінің рухында халыққа қызмет етейік деп. Ол қалай қызмет етеміз? Олардың өте көпшілігі сондай рухани жағынан таза болған, рухани тәрбие көрген адамдар, сондай белгілі бір дәстүрлі тәлім тәрбиенің мектебінен өткен адамдар. Мысалы, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Райымбек аталарымыз өте үлкен батырлығы мен даналығы, ғұламалығы тең болған. Жай адамды қазақтар еш уақытта батыр деп айтпаған. Құр күші тасқан адам. Ол батырдың ең бір артық қасиеті онда ақыл, парасат, тәлім тәрбие, үлгі өнеге болатын болған. Сол себептен біздің бұл келісіміздің негізгі мақсаты, Қазақстан міне 10 жыл болып тәуелсіздік алды. Енді осы тәуелсіздікті рухани жағынан, экономикалық жағынан, әлеуметтік жағынан, құқықтық жағынан әбден мықтылап, негіздеп, оның бауын берік қылудың әңгімесі. Сол себептен біз осындай республикалық қоғамдық бірлестік құрып, Қазақстанның қазір барлық қалаларында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сол себептен біздің бұл келісімізде сіздерге де, бізге де ортақ мақсат осы қасиетті жерімізді, ұлы отанымызды гүлдендіру, сондағы әсіресе ең негізгі байлық ресурсы болып табылатын адамдар арасында қарым-қатынастарды, рухани қарым-қатынастарды адамгершілікке негіздеу. Осы үшін біз келіп отырмыз. Соған байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, қоюларыңызға болады. Рахмет, назарыңызға. Саламатсыздар ма, отандас бауырлар? Мен жаңағы сіздерге таныстырып жоғарыда еркін бауырым айтып өткен Қазақ радиосында дін және біз деген исламдық бағдарламаның жүргізуші, әлі авторы, редакторы боламын.
біз жалпы дін және біз деген бағдарламада біз дінге қатысты жалпы қоғамның қай саласы бар, соның бәрінде осы дінге қатысты әңгімені діннің оған көзқарасын бәрін тарқатып шығамыз, қоғамның кез келген саласына. Енді біз енді әлі әскер мәселесіне қатысты ондай хабарларды әлі ондай бір тәжірибе жинаған жоқпыз. Жалпы осымен өзім әскер туралы көп ойланамын да, өйткені мұнда қоғамдағы адамның тағдырын шешетін үлкен бір толым бар, мемлекеттің белгілі бір бөлшегі бар. Жалпы қоғамда мемлекеттің мықты болып шығу үшін ол заңын береді де, кез келген нәрсені пенсия алу болсын, стипендия алу болсын, адамдар оқу болсын, мектепке бару болсын, мынандай қауіп дейді ғой. Мемлекеттің ішінде болып кетпес үшін оның бәрі заңын реттейді. Арнайы заң шығарып отыратын бізде заң орындары болсын, парламент деген болсын, депутаттар шығарады, олар заң шығарады, заң сайлайды. Енді өздеріңіз білесіздер, ол заң деген нәрсе адамдарға жайдан кейін заңды үйретіп қойса, оны олар өздерін істеп кете бермейді. Ол заңды бұзушылық деген болады. Заңды істегісі келмейді. Ол заң біреуге тиімді болғанмен екінші бір адамдарға тиімсіз болуы мүмкін. Сондықтан да мемлекетте әскер деген нәрсе болады. Әскер деген не мақсатта ұсталынады дейді. Бұл ең бірінші мақсаты заң орындалмай қалған кезде соны орындап тұратын нәрсе ғой, былайша айтқанда. Орындасаң да орындайсың, орындамасаң да орындайсың деген сияқты. Бірақ енді ол қоғамдағы заңды, мына заңды реттейтіндер, егер бұл заң іске аспайтын болса, онда сендермен басқаша сөйлесеміз деп сосын сіздерді көрсетеді. Бірақ ол кезде сіздердің айбындарыңыз асып, күштеріңіз тасып, сондай қаһар шашып, кез келген заң бұзушы өзінің жеке басын ойлап, мемлекеттік мүддесін өзінің жеке басынан жоғары қоймай, мемлекеттің ақшасын қарып қалатын адамдарды солай тентектегіздерді, былайша айтқанда тәртіпке шақыратын адамсыздар. Оның үстіне сіздер мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі күшсіздер. Енді қазір сіздер іштей ойлауларыңыз да мүмкін, мысалға осы Қазақстанға әскер не үшін керек, біз қазір не үшін сақтап тұрмыз, әскер болмаса не болады, бұл өзін ақтай ма, ақтамай ма, бұған бюджеттен қандай ақша бөлінеді деген сияқты. Егер бұл жағынан келетін болса, біздің екі көршіміз бар, біреуі Ресей, біреуі Қытай. Екі жақтың әскері өте саны көп, техникаларында сапасы жағынан бізден әлдеқайда жоғары, барлық оқу орындары ол жақта өте тәртіпке келтірілген. Қытайдың мысалға мен өзім Казгуде Қытай тану мамандығы бойынша оқыдым. Бізді Қытайдың Хуанхының жағасында екі Қытайдың жолығып үйленуінен бастап, қазір Қытайдың быжына көбеюіне шейін оқытады. Сол жерде армиясын қалай олар жасақтаған, қалай осы 5000 жылдық тарихы бар Қытайлар жер бетіндегі ең мақтаншақ халықтардың бірі. Себебі олар өздерінің осындай үлкен мемлекет құрған, әлі күнге дейін тілдерінің сақталған, оларда военный академия дейді, әскери үйрету жоспары 5000 жылдан бері қалыптасқан тарих бар. Оларда кішкентай кезінен баланы әскерге қалыптастырады. Арнайы олардың 3000 жыл бұрын, 3500 жыл бұрын оларда регулярный армия дейді, тұрақты әскер дейді ме қазір? Тұрақты әскер мысалға барып, бұл жерде офицерлікке оқу. Ол кезде бізде ондай емес. Бала туғаннан өзі әскер қатарында жүрген болып есептеледі. Ерге жау шапқан кезінде ат қылған дейді, сол соғыстың барысында жүріп үйреніп алады. Сол қалай ату керек, қалай шабу керек. Енді қазір бұл Қытай деген мемлекет, жалпы біздің енді Өзбекстан деген мемлекет бар қасымызда. Олар да өзбек өз ағам дегенмен анда-санда келесі жақта анда-санда шу шығарып тізесін батырып қояды қазақтарға. Сонда бір 10 мыңдай ма жауынгердің басы артып тастайды. Енді сіздер осы Қазақстанда қазір 65 мың ба солдат бар, ұмытпасам. Біздің әскери қуатымыз қазір Өзбекстанмен ғана сәл-сәл теңеседі. Мүмкін бронетехника сәл артта болуы мүмкін, ұшақтарында, басқаларында. Бірақ бізде әскер қатарында 65 мыңдай ма жауынгер бар. Енді сол 65 мың жауынгер Қазақстанның ішінде өмір сүріп жатқан 14 миллион халықтың тыныштығына жауап беретін негізгі күш. Бірақ енді жалпы тарихта қарасаңыздар, бұрын осы әскердің қуаттылығы немен өлшенеді деген кезінде түріктер өзінің заманында, бір заманда осы Қытай көршілерімен талай рет ұрысып қалып, шекараға қайта-қайта шабуыл жасап отырып, бір-бірін жер тартып алып, біресе анау жең, біресе мынау жең ит жығып түседі екен. Соның ішінде көбіне білсеңіздер, біздің түркілер, осы көшпенді тайпалар көбіне жеміс тауып таяқ жеп отыратын болған. Себебі ол кезде олардың өздерінің діні бар еді. Дін не үшін керек деп отыр? Ол кезде оларда дін бар еді. Дінде кішкентай кезінен баланы тәрбиелеп, әскерге бағынуды, оның не маңызы бар екенін бәрі мектептерде оқытады. Сонда мысалға қасында көршілер көбейіп келе жатқан кезінде
солардың арасында мысалға діннің шариғаттарына сәйкес келмейтін мысалға бір принципі жоқ ешқандай. Жай бір елді аздыратын, бір мемлекетке саласы оп-оңай бір идеялар салып жіберсе, сол қасындағы көрші мемлекет өзінен өзі құлап қалады. Ол қанша күшті болса да, көп болса да, ол сосын қарсы тұрмайды. Енді осындай заман өте беріпті. Бір күні 1000-ші жылдар болған кезде дүниеге Қожа Ахмет Яссауи рахматуллахи алейхи деген адам дүниеге келіпті. Сосын ол кісі дәуірлепті, дін жайытты, бүкіл мұсылман әлемін таң қалдырыпты. Енді оның тарихына біз тоқталмаймыз, ол қазір діннің әңгімесі. Содан дейді, мынандай хикая қызық нәрсе бар. Сіздер Ақсақ Темір деген полководецті білесіздер, қолбасшыны. Бүкіл осы дүние жүзін дүрілдетіп, кезінде Алтын Орданы құятқан, мынау Түркиядағы Ілдігірен Баязит деген жеңілмейтін, Баязит дегенді тұтқындап, тордың ішіне салып қорлаған түрлі. Сол кісі, енді аңыз енді. Бір күні дейді, бүкіл дүние жүзін жаулап алды, армандапты дейді. Содан ана жерді алады, мына жерді алады, Индияны шабады, Түркияны шабады, Алтын Орданы шабады, мына жерді шабады, бәрін қосып алады. Бірақ енді бір жерден бір жерге барайын десе, ана алдыңғы басып алған жерлер бүлік көтереді екен. Соны Ақсақ Темір әбден шаршап дейді, бұл қашан жаулап бітеміз бұны. Ең соңында өз Қытайға бара жатқан сапарында қаза жетіп қайтыс болып табысқа түсіпті. Сөйтсе соңынан бір кісі келіп айтыпты. Ой деп айтады дейді. Патша ағзам, сіз білмейсіз ғой деп айтады дейді. Қарудың негізгі күшін, жалпы мемлекеттің қуаттылығы сіздің мына асынып жүрген қаруыңызбен өлшенбейді бұл деп айтады дейді. Неге депті? Сіздің алдыңызда бар жоғы осыдан 400 ғасыр бұрын ба, 400 жыл бұрын бір данышпан өткен Қожа Ахмет Яссауи деген депті. Иә депті. Сіз білесіз бе, сол адам деп айтады дейді, жердің беті түгілі сіз сол атқа мініп ары бері жүрмек түгіл депті дейді. Жердің астына түсіп кеткен депті. Сөйтіп бүкіл дүние жүзін жаулап алды деп айтады дейді. Сонда бүкіл мұсылман әлемі бар ғой, Тәжікстан болсын, Ауғанстан болсын, Сирия болсын, Ливия болсын, сол жақтан адамдар караван болып ағылып, сүйген болып Түркістанға келіп түйіліп, сол кісінің қасында кездескен адамның әңгімесін тыңдауға. Сонда ол отырып бір адам әншейін, біз тек осындай рухани уағыз айтумен өзі өмір сүріп біткенше тұтас сол маңайдағы әлемдердің бәрін қастырмай, соғыстырмай, ешкімді ешкімге айдап салмай-ақ, өте ұзақ уақыт беріп өмір сүруді ұстап тұрған екен. Енді бұл бірақ рас әңгіме. Содан кейін Ақсақ Темір таң қалады. Отырмай, мен осыншама армияны, мынаның бәрін кәмел етуім керек, мұның бәрін ағылдың бәрін алып жүргім керек, мұның бәрін неше ол жерге күту керек, бұлардың қалай осындай үйде отырып, үйді жаулап алуын басы жетеді. Содан әбден үйде болғаннан кейін ол кісі сол Қожа Ахмет Яссауи деген кісінің басына кесте шолғызды, ол күнді солғызды. Сол әлі күнге қазіргі Қазақстан Республикасының ең үлкен ұлы мақтаныштарының біреуі жауды. Жауымыздың қасы оғаса қағаламыздағы. Бұл не сұмдықты? Бірақ сіздер білесіздер, мысалы менің көрші балдарым болды. Соларды баяғыда мен жақсы балдар болды, күшті. Сосын айтпай, сен армияға барып кетші, одан кейін оққа тапсырасың деп мен бір жаққа кетіп қалдым. Сол 2 жылдан кейін армияда осы Балқаш деген жерде ма сол қызметін өтеп келді жаңағы. Сол келгеннен кейін жаңағы менен сабақ отырып, оқып жүріп бір мамандық иесі қылып бір нәрсеге салайын десек, анау есте сақтау қабілеті мүшкіл екен анауға. Мен айттым, сен не 2 жылда алып қалғансың ба, саған не болған десе? Армияда дейді, менен 1,5 жыл бұрын келген балдар мен көкірегіме автоматты ұрып зарядтайтын тұғым дейді. Сосын мен памятін жоғалтып дейді. Мен айттым, сендер дені сау сен сияқты болып, бойың 1,80 өзің, салмағың 85 килограмм. Сен сияқты балдарды 2 жылда өсіп, есін айып тастайтын болса, оны боп қойды сен дедім, мен ол не қылған армия болды. Сосын мен ойландым. Қалай болды? Мен дені сау адамды армияға жіберем, ал ол болса қоғамға жарамсыз болып қайтып келеді. Мұнда бір кілтипан бар. Сонда мен отырып одан жайлап қойшы, жарайды енді сұрадым ғой, не істейсіңдер осы сонда сендер армияда деп. Енді оның мен не істейтін айтпай қояйын, оны сіздер де істеп жүрсіздер. Енді бауырлар, жалпы әскердің қуаты деген
жалпы осы ішкі тәртібіне ғана байланысты. Әскерде санның аз болуы бұл дұрыс, қуатының кемдігін білдіреді. Бірақ әскерде санның көп болуы оның қуатты екендігіне де кепіл бола алмайды. Былайша айтқанда гарантия емес. Солай ғой. Себебі көп қанша әскер болса да, оның ішінде идеологиялық жағынан ыдыраңқылық, бірнеше түрлі нәрселер болатын болса, ол әскер өзіне өзі қуаты кеміп кетеді. Мысалға сіздер білесіздер, бір мемлекетті алып жығу үшін, мысалға әскерін әлсіретіп жібереді ғой. Мысалы оны бюджеттен қысады, ракеталарын нашарлатып жібереді, түрлі жолдары көп енді. Соның ішінде ең оңай түрі бар, ең арзан түрі бар. Бір мемлекетті әскерін әлсіретіп құлатып қоюдың ең оңай жолы бар. Ол не дейсіздер ғой? Ол сіздерге келеді бір дін уағыздайды. Мысалға свидетель Иеговы деген. Ол дінді қабылдасаңыз, қару ұстауға болмайды деп айтады. Егер қару ұстасаң, күнә болады деп, әбден сізді заңгерлікке үйретеді. Менің туған ағам Шымкентте түрмеде терапевт, врач. Сол айтады, 18 жасар балдар түседі бізге түрмеге. Оны мұтырлап сабайды дейді. Мен айтамын, олар неге түсті? Олар 17-16 жасында мектепте жүргенде свидетель Иеговы деген дін қабылдаған. Сосын оларды армияға шақырады. Алла тұрақта мен армияға бармайын деп отказ береді. Неге? Менің дінім бойынша қару ұстау күнә. Бұл отан қорғау дейді. Мейлі отан қорғау болса да, мен адамдарды жақсы көремін дейді. Онда сен түрмеге барып жақсы көр дейді екен, 8 жыл 6 жылға соттап жібереді екен. Сонда мемлекет, біздің Қазақстан Республикасы 17 жыл бойы бір адамды бағып өсіріп қалады. Оның ішінде ер бала, ұл бала туған кезде әкесі, шешесі қалай қуанады. Мә, азамат келді, әскері келді, батыры келді, ұшқыш келді, космонавт келді деп, оның мектеп қаншама қаржы бөледі, 10 жыл оқыту үшін. Қаншама мұғалімдерге ақша төлейді. Ол шешесінің ішінде жатырында жатқанда оны қаншама прививка салады, вакцина салады. Соншама жыл Қазақстан деген мемлекет бюджеттен ақша бөліп 17-18 жыл бойы оны асырап алып келеді. Енді мемлекетке қызмет етіп отан қорғайтын кезінде ол әскерден отказ береді де, оны 2 жылға соттап жібереді, 4 жылға 6 жылға. Ол түрмеге түседі де туберкулездің палыс жүріп тұрады. Шыққаннан кейін оның керегі жоқ ешкімге. Ол өледі 4 жылдан кейін. Сонда бұл мемлекетті ең оңай құлатудың тәсілі. Саған қару шығарып, сені оқпен атып, ракета ұшырып жіберіп өйтпейді. Әшейін қолынан бір кітап ұстап жіберсе, мынаны оқып берші деп, соны бітеді шығарман. Ал бізде енді, неге біздің дінімізде бұл мәселесі қалай қарастырылған? Бізде дейді, мен мысалға осы бұрын дәл дінге келіп, медресе оқығанға дейін байқамаппын. Әскерге қатысты осыншама көптеген хадистер мен осындай арнайы бөлінген нәрселер бар екен. Мысалға былай үйретеді. Бір ғана отанды сүйіп, отанды қорғау бір 2 жыл өткізгенді есептемейді, тек қана бір түні тәулік отан қорғауда жүрген. Сол екі дүниенің ішіндегі есептелетін жақсылықтан асып кетіп отырады, бір тәулігіндегісі. Мысалы, осы дүниеде не жақсылық бар, анандай нығметтерді есептейді ғой мысалға. Сосын өлгеннен кейінгі болатын нығметтерді, жәннаты бар, қорғызы бар, анасы бар, ғилманы бар, көп нәрселерді айтады ғой дінде. Мысалы, кәусар балы бар, андай бар. Соның бәрін есептеп жинап келген кезде, отан қорғауда жүрген солдаттың бір тәулігіне салған кезде соған жұтылып жоқ болып кетеді екен. Екінші, бізде мұнда қызық нәрсе бар. Әскерге арнап шығарылған. Отанды сүю, ол иманнан болады. Яғни адамның Құдайға сүйінуінен барып, осындай бір ислам дінінің шебер меңгерген кезінде барып, адамда бір отансүйгіштік, патриоттық қасиет адамның қанында қайнап кетеді. Осы жерді ешкімге бермесем екен, осыны бір бөтендіруге бастырмасам екен деген. Одан кейін бағыну мәселесінде сенің дейді қолбасшың дейді. Ол өзі жаңағыдай табғаш болса да, негр болса да, қап-қара болса да, оның құлағы шынтиған, мұрны шынтиған, мойны мейіздің мойнында ілмиген болса да, ол сенің бастығың болғандықтан оған саған бағыну уәжіп деп айтады. Яғни осының өзінде сен былай қарап тұрғанда медреседе оқып жатқан сияқтысың. А бірақ сені будущий армияға кәдімгідей тастай темірдей тәртіппен жүретін, сенен тастай жауынгер жасап шығарады деген сөз. Сонда міне енді әңгіменің тоғытеріне келетін болсақ, осы сіздер бізге діннің керегі жоқ деп есептейтін әскердің өзін о уақытта дін қағидаларын жасайтын пайғамбарлар мен әулие әнбиелер жасайды екен. Мысалға сіздерде қазір қарапайым нәрсе бар, қазір әлемде право человека деген нәрсе бар. Ол не? Мысалға қарсыластарыңа химиялық бомбалар қолдануға рұқсат жоқ. Кеше Иракта соғысқан кезде өздері соғысып жатыр, бір-бірін атып қырып жатыр, дейді. Саддам дейді. Сен анау химический, бактериологический оружие қолданба сен дейді. Неге дейді? Біздің ана солдаттар аурудан өліп қалған ғой чумадан дейді.
О соғыс болғаннан кейін былай қарасаң бәрі емес ол. О сен былай атып өлтірді не, сені чумамен улап өлтірді не? Мысалға сіздерде әскерде мынандай оқ бар. Ұшы қисығы тырс етіп атса, бір жерің тисе, капуста сияқты тура тастайды сені. Соны бүкіл дүние жүзінің жаңа қауымдастықтар жиналып алып деп, давай деді, мынандай АКМ-нің простой патрондарымен атып өлтіре берейік дейді. Бірақ мынамен атып өлтірмейік дейді. Неге? Өлгесін бәрі емес пе саған? Жоқ дейді, мына адамның жаны қиналып өледі дейді, оның денесін бәрін турап тастайды дейді. Пленныйларды қалай уважать ету керек? Сонда ислам дінінде пленге түскен кезде баяғыда, мысалы соғыстар болып тұрады ғой діни. Сонда алғаш осы гуманистік қағидаларды осы пайғамбар ендірген, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассалам деймізді. Пленге түскендерді издеваться етуге болмайды, құлағын кесуге болмайды, тілін жұлып алуға болмайды, табаны шеге қағуға болмайды, саусақтарын қырқуға болмайды, тырнағының астына ине тығуға болмайды. Тамағын өзің қандай тамақ ішесің, сондай тамақ беруің керек. Ол да сен сияқты нормальный жерде жату керек. Неге? Бұл бізге қарсы соғады, бұл дұшпан ғой деп айтасың. Бірақ соғыс жоғарыда отырылған белгілі бір ақшалары бизнестер жүргізіп отырған ақшалы бизнесмендерге ғана тәуелді. Сондықтан Вильгельм жетінші ма, екінші ма бір патша айтыпты ғой. Біздің жауынгерлер не үшін соғысып жатқанын біліп қойса соғыспай қояды осыны. Сондықтан ол жауынгер деген бір амалың жоғынан осы ең соңғы келіп оларды алып келіп регулярный армия дейді ғой, жаңа сатып алады оларды, наемный армия алады да салып жібереді. Оқ соған тиіп өледі. Сондықтан бұл дінде дұрыс қарастырылған. Кез келген адам сенің алдындағы пленге түскен солдатты, оның да шешесі бар, оның да әйелі бар. Ол да соғыс бітіп үйіне қайтатын болса, ол да семьясына қосылып қайтадан бала шағасын өргізіп кете береді. Сіздер осы туралы оқыдыңыздар ма, оқымадыңыздар ма? Гаршин деген орыстың жазушысы бар. Сонда 4 дня деген рассказ бар. Кішкентай бір 4 беттен тұрады. Сонда анау түрік-орыс соғысында бір орыстың солдаты жүріп келеді, бір түріктің оғы таусылып қалады да, соны штыкпен жүрегіне тығып өлтіріп қояды. Соның өзінің аяғына оқ тиеді, бұл сүйегі құлап жүре алмай қалады. Соның күн шығып кетеді де, күн шыжғырады ана жерде. Сөйтіп ана қасындағы жатқан түріктің трупы жаңа шіріп, екі көзіне шыбындар қонып, ағып кетіп, аралар үймелеп, ананың денесі құттап, 4 күн соның денесін жаңағыдай іреп шіріп, үстіне құттарын түсіп жатқан қарап жататын ау. Бұны неге өзінің орыстары тауып алып, қайтадан алып кеткенше. Сонда бұл жатып алады да, ана түріктің қасында философия ойлап жатады сонда. Мынау ой қазір мен түрікті бұны өлтіріп қойдым. Бұның Түркияда отаны бар. Бұл шешесі құдай біледі, қазір балам армиядан келіп соғыс біткеннен кейін шешесі күтіп отыр. Әйелі болса екі баласын әлі алдап отыр. Папаң соғысқа кетіреді, армияға кетіреді, ертең келеді. Көп кәмпит бөлек деп алдап отқан шығар. Бұның алдында мен өтірік тастадым. Енді бұл шешесі не болады? Бұл әйелі не болады? Бұл бала шағасы қайтып өседі. Мынаны өлтірмей-ақ та жай пленге ұстап алып, тамағын беріп, соғыс біткеннен кейін үйіне қайтарып жіберсе не қылады соны? Міне осындай нәрселерді осы діннің қағидалары дейді. Дін осыны үйретеді адамға. Енді сіздер ойлайсыздар, ол дұшпан, оның бізге не керек бар? Ол өзі не, ол пленге үйіне қайтса, оның не керек бар деп есептейсіздер, Бірақ бұдан адамның соны өлтіруші сіздердің тағдырларыңыз соған байланып қалған. Қалайша? Мысалға сіз қасыңыздағы жауынгерді қорлап, оны жұмсап, физикалық денесінің әлсіздігін пайдаланып, әр нәрсе істетіп, етігін майлатып қойып, жағын кістіріп қойып істеп жатасың. Соның қызығы армияда, ой, земляктарын жинайсың, күштісің, жер көтересің, турникке солтүстік көрсетесің, үйтесің, атағың шығады, ол бізде полкта бір бәленше деген семейдің күшті жігіті болды, бүкіл батальон тік тұрғызды деп айтасың. Бірақ мен сол армияда сөйтіп ерлік жасап келген балалардың біреуінің тағдырын оңалып, солардың бір азамат болып, елге бас болып, бір дұрыс салауатты өмір кешіп, жақсы үйленіп, өсіп өнгенін көрмеймін мен солардың. Тек қана бастарының бақытсыздық үйіріліп тұрады. Себебі діннің жауынгер полктастарына адам секілді қарайды, әскерден кейінгі оның өмірі соған тәуелді болады. Бұл қатпаған өмірдің заңы осылай. Осыны айтып, уағыздап, үнемі үрдіске айландыратын болса, армияның өзінің ішкі тәртібі де күшейеді, оның айбыны да артады. Әскерге келіп служба еткен адамдар да сау болып келіп, ауру болып, 6 айдан кейін ол комиссовать етілмейді, ішкі масыл бөлмейді. Ешкім денсаулығын жараламай, аман-есен сау-саламат үйіне қайтып келеді. Мысалға сіздер қазір түрлі нәрселер ойлап табуларыңыз мүмкін. Бірақ сіздердің інілеріңіз бар, племянниктеріңіз бар, түрлі туысқандарыңыз бар, әлі армияға келмеген. Ертең олар да келеді. Олардың да ішінде әлсіздері бар, олардың да ішінде ақылдары асқылмағандары бар, олардың да ішінде бір түрлі нәрселерді қателік жіберетіндері бар шығар. Енді оларға солардың тағдырына осы әсер етіп кете береді. Былайша айтқанда ол
айлана тұра берді осылай. Міне сондықтан құрметті біздің отанды қорғап отырған жауынгер жерлестер, бауырлар, дін деген мәселеде осындай адамның тағдыры ортаға тасталмады. Сол бірінің тағдырына сыйлап қараумен анаған зиян тигізу, бұған зиян тигізумен өлшен бәрі бірігіп келген кезде тұтас бір 65 мың адамнан тұратын Қазақстанның армиясының қуаты артады содан. Міне осыны армиясы күшті, әскері мықты, басқа мемлекеттерді қорқыта үркіте алады, өзінің территориалдық тұтастығын сақтай алады деп осыны айтады. Міне осымен қазір мен енді әңгімемді осы жерден жай тоқтатамын. Себебі бұның енді діннің ішкі теориялары бар, ішкі мәселелері бар. Бұның енді Яссауи деген қандай адам, ол қалай болды, қалай оқыды, қалай мемлекетті құрды, қалай осы біз сол кісінің жасап берген теориясымен осында Қазақстан деген республикада өмір кешіп жатырмыз. Оның бәрін басқа біздің осының теориясын зерттейтін ғалым ағаларымыз бар, солар сіздерге айтады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен әзірге онда орныма отырайын. Жақсы. Құрметті жауынгерлер, сіздер мына отан қорғау үшін осында келдіңіздер, осында жүрсіздер, елден жерден ұзақта ата-аналарыңыз бар. Олар сіздерді күтіп отыр. Ал енді бұл жерде мен сіздерге сіздердің сол барлықтарыңызды сол ата-аналарыңызға, үйлеріңізге, кіші отандарыңызға аман-есен баруларыңызға тілектеспін. Бұл жерде менің айтпағым мәселе бір-екі мәселенің төңірегінде ғана мен сөйлессем деймін. Мысалы, дін дегеніміз не? Дін нені адамға үйретеді? Ал енді біздің халқымыздың тарихи тағдырындағы жаңағы айтып жатқан Қожа Ахмет Яссауи деген кісі кім еді? Ол кісінің рөлі қандай? Бұны осы мәселелер жөнінде қысқа ғана мен сіздерге айтып өтсем. Мысалы, дін дейміз. Дін деген сөзді неғылсақ, таратып айтатын болсақ, дін адам баласына, былай айтқанда жаратушы тарапынан жіберілген жол, көрсетілген жол, қалай жүреді, қалай тұрады, соның барлығын үйрететін қағидалар жиынтығы десек болады. Ал енді бұның бәрін оны қалай айтамыз? Мысалы, дін бар кезде қандай еді, дін жоқ кезде қандай еді? Мен сендерге бір мәселені айтып өтейін. Мысалы, 30 жылға дейін діннің күшейіп тұрған кезінде, мысалы, мен өзім Түркістанды өзім туып өскен жерімді мысалға келтіре аламын. Сонда бірде-бір адам біреудің бір сабақ жібін алмақ түгіл, бірін-бірін өлтірмек түгіл. Базарда ешкім еш нәрсені ұрламай, бетін үстін тек қана қаппен жауып кетіп отырған. Сонда бір адам оны қарамайды. Одан барып бір адам бір нәрсені ұрламайды. Керек десеңіздер сол 32 жылғы, 33 жылғы аштық жылдарында сонда адамдар келіп біреуінің бір сабақ жібін алған емес. Міне сол діни тәрбиенің күш қуаты. Бұл адамның саналы адам екендігін көрсететін, өзінің былай айтқанда хайуаннан артық екенін көрсететін ең басты белгісі. Ол адамның хайуаннан артықшылығы, оның дінінің болуы, оның ойлай білуі, жаратушысын тануы, ата-анасын сыйлай білуі, барлық қарындас бауырын сыйлай білуі, қасындағы халықта өзі сияқты жаны бар, тәні бар, оның да жаны ауырады, оның да қиналады, ол да жылайды деген ұғымдарды толығымен қалыптастырған адам. Міне, сондықтан да дін дегеніміздің өзі осындай бүкіл адамзат баласын тәрбиелеп, адам есебі адамды айуандар несінен бөліп алып отырған басты критерий, басты заңдылық. Егер де біз ойымызға келген не істесек, ойымызға не келсе соны істейтінімізді онда біз адам боламыз ба? Онда біз адам болмаймыз. Онда тек қана қазақ айтады, айуаннан қиы бөлек дейді. Түсіндіңіздер ғой, айуаннан қиы бөлек деген нәрсені? Себебі адам да айуанға
тәрбиесіз болса, дінсіз болса, имансыз болса, ол адам ең қауіпті хайуан болады. Адам мүмкін өте білімдар болуы мүмкін. Адам өте айлакер болуы мүмкін. Бірақ адамның жүрегінде иман құйылмаған болса, иманы болмаса, ол адам ешқашанда адам болмайды. Мысалы біз білеміз, қазір неше түрлі қарулар шығып жатыр. Атом бомбасы, сутегі бомбасы, одан басқа қазіргі жаңағы жерді астын қопаратын бомбалар шығып жатыр. Солардың бәрін жасап жатқан адамдар. Соны жасатып жатқан адамдарда иман бар деп біз айта аламыз ба? Біз қазір өзімізге күш көрсете алмаймыз. Бірақ біз соған қорғануға мәжбүрміз. Ал енді сол қарулар жасап жатқан адамдардың көпшілігі халықты өзгелерді қару үшін, өзгелерді үстемдігін жүргізу үшін жасап жатыр. Кеше Ирақ халқында осыдан 2 ай бұрын білесіздер, 2-3 ай бұрын Ирақты жаулап алды. Сонда қандай қарулар яғни? Орысша айтқанда высокоточные дейді ғой. Сондай қарулармен бүкіл Ирақ халқын жусатып салды. Қаншама адамзат баласының тарихындағы мыңдаған жылдық адамзат өркениетіндегі ескерткіштер қиратылды. Қаншама соның барлығын істеген адам істеді. Соны нені білдіреді? Бұл әлімжеттілік. Мысалы, Америка сияқты державалардың сол имансыздығынан барып осындай мәселелер туындады. Сондықтан ертең сол жаңағы дұшпанға атылатын оқты бір-бірлеріңізге қолдарыңызға қару берген кезде пешімеске кім келді? Сондықтан да осы мәселеге сіздерді сақ болғандарыңыз қалдыр едім. Ал енді менің негізгі темам егер де қожақпен жасауы деген адам болмаса, мысалы қазақ деген халық, әйтпесе қазір түркі дүниесі деген халықтар, мысалы өзбегіміз бар, татарымыз бар, башқұртымыз бар, ана жақтағы Түркиядағы Анатолиядағы Түркияда түркімен қазақ солардың жөнінде болмаған. Біз сол кезде бәріміз парсы тілінде сөйлеп кеткен болдық. Басқа мәдениетке жүзіп кеткен болдық. Міне, қожақпен жасауы келіп, біздің түркіміз мәдениетін қайтадан артынан кетірді. Қайтадан өзіміздің егеменімізді, рухани саяси егемендігімізді. Алтын Орда мемлекеті Шығысқа жолы болғаннан кейін Алтын Орда мемлекетін 100 жылдан кейін яссауи жолы Алтын Орда мемлекеттің идеологиясына айналды, жүретін жолына айналды. Бүкіл адалдықтың, адамдықтың, отансүйгіштіктің үлгісі нағыз сол кездерде болды. Біз қазір демократия деп айтып жатыр ғой, бізде демократия көп американдықтар мақтанғаннан құмар. Ал бірақ ол біздегі қазақтағы демократияда, Алтын Ордадағы демократиялық құрылым әлі жер бетінде жоқ десе болады. Мысалы, өзінің патшасына, өзінің ханына барып, кім барып айта алады? Сен хан емессің, қасқырсың, қараңғысың, басқырсың деп. Нағыз демократия бар жерде айтылады. Сен жақсыны жаман деп, жақсыны жақсы деп, жаман деп айта алатын дәрежеге жеткізген сол әділеттілік, сол шыншылдық, сол адалдық. Білдіңіздер ме? Сол жаңағы заңның, сол кезде шариғаттың салтанат құрған кезең ол дәуір. Бірақ өкінішке орай сол ондай неге шыдамаған, қоғамға шыдамаған біздің сол кездегі Алтын Орданың хандары, одан кейін өзбек ұлысының хандары, одан кейінгі біздің қазақ мемлекетінің хандары сол біздің жүйеге, сол жүйеге қарсы шықты. Қарсы шығып, бізді түркілік, көне түркілік мәдениеттен, ислами мәдениеттен ажыратамыз деп, ақырында біз өзіміздің кезінде мемлекеттілігімізден не қылдық, айырылып қалдық. Мысалы мен қазір көпшілік айтады, ой, не дейсің, мына жақтан орыстың, мына жақтан қытай несі болды, ықпалы болды, сосын кейін барып егіншілік дейді, өзгелердің тәуелсіздігіне түсіп қалдық дейді. Жоқ, бұл жердегі мәселе, егер де біз өзіміз мықты болған болсақ, бізді ешкім неғылып алуға болар, жаулап алмаған болар еді. Бізді Құдай ұрғанда, сол өзіміздің ата-бабамыздың жолынан бас тартып, өзгенің несіне барып түстік, қаласына барып түстік. Сондықтан да енді қазіргі кезде қазақ мемлекеттілігі деген мәселеге келгенімізде, оны сақтай білуіміз керек, қорғай білуіміз керек дейтін болсақ,
өзіміздің халқымыздың рухани бірлігін сақтауға тиіспіз. Ең бірінші мәселе. Егер де рухани бірлігін сақтай алмайтын болсақ, ертең тағы да толықсыз болып кетеріміз анық. Мына жаңа менің алдымда сөйлеген кісілер айтып жатыр, жаңағы біздің арамызда кімдер келіп жатыр? Кришнаиттер, йогова, сосын кейін жаңағы виссариондар дейді, сосын кейін жаңағы мұсылмандық ағымдар да бар, жаңағы біздерді бұзатын вахабилік деген. Егер вахабилік дегенді қабылдайтын болса бұл қазақ, ертең тарих яқтан шашырап кетеді. Ертең өзінің тарихын бүкіл барлығын бүлдіздермен сырып, тарихтың свалкасымен тастай саламыз. Міне, сондықтан да біздің халықтың рухани бірлігі болу үшін қазақ халқының өзінің 1000 жылдықтан бері ұстанып келген ата жолы, яссауи жолы да тұрсақ, біздің ешқашан туымыз қисаймайды. Ешкімге ертең тәуелді болмаймыз. Ал енді ол жолдан таятын болсақ, кім болса соның соңына еретін болсақ, біреу ақша береді, біреу үй береміз, біреу пәтер береміз, біреу машина береміз деп соңымызға ертетін болса, соның айтқанына қызықсақ, ертең біз елдігімізден де жерімізден де айдып қаламыз. Сол алған машиналарымыз да, сол алған ақшамыз да, басқамыз да бізге қанша күнге жетеді. Ал болашақта бүкіл еліміздің, халқымыздың болашағын өзгелерге кіріптар етеміз, өзгелердің қолына береміз. Дорогие солдатики, теперь хочу в 2-3 словах сказать вам о том, что то, что было сказано на казахском. Если мне русский язык не очень, тогда вы меня извините, я уже давно, около 10 лет не говорил по-русски. Ладно? Вот что это такое религия? Религия есть, можно сказать, это законы от Бога, которые отделяющие человечество от животного мира. Если религии нет, если у человека нет веры, у этого человека нельзя сказать, что это человек. Это он просто может быть зверем, только в человеческом облике. Вот поэтому вера для людей это основополагающий, его отделяющий от животного мира основной критерий. Вот поэтому вот у каждого народа своя вера. Например, у русских это православие. Это православие, например, отвечает своим требованиям, духовным потребностям русского народа. Вот поэтому здесь русские парни тоже сидят. Я всегда хочу вам желать, чтобы вы тоже были верны своей вере. Не отделились от своего народа, от русского народа, от русской культуры. Например, у русских тоже очень много, те же евангелисты, тоже те же кришнаиты. Они, если эту религию приняли, значит, они больше не являются членом той культуры, русской культуры. Это уже не русский человек. Вот поэтому сейчас у нас это общая родина, Казахстан. История нас, как говорится, в свое время, во время Золотой Орды тоже нас... Мы были под одной крышей, под крышей Золотой Орды. Теперь в свое время были под крышей Советского Союза, теперь под крышей Казахстана. Мы, хотя у нас язык разный, у вас русский, у нас казахский, но у нас родина одна. Вот поэтому я надеюсь, что наши, это русские солдаты тоже также будут любить это казахские ребята, свою родину, Казахстан. Потому что вы здесь родились, здесь жили и будете жить. Что я вам желаю всем? Желаю вам всем хорошо служить, вернуться домой целым и здоровым. И, как еще сказать, быть людьми, а просто
не заниматься дедовщиной. Барлықтарыңызға амандық, саулық тілеймін. Аман есен елдеріңіз ораларыңызға тілектеспін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірлі бауырлар. Менің атым Саят Ибраев. Қазақ ұлттық техникалық университетінде істеймін. Техника ғылымдарының докторымын, профессорымын. Я являюсь профессором Казахстанского национального технического университета. Ибраев Саят меня зовут. Ал бауырлар, маған қазақша сөйлеген жеңіл және ерекше бір сондай жақсы ләззат әсер етті маған қазақша сөйлеген. Но бірақ сіздерден кешірім сұрай отырып, бұл жерде басқа ұлттың да бауырларымыз бар. Сондықтан сіздер рұқсат етсеңіздер, мен орысша сөйлесем бір-екі ауыз сөз. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Вот. Все мы являемся рабами Божьими. Русские, немцы, казахи, корейцы, кто угодно. Есть единый язык, который мы все понимаем. Это язык сердца. Поэтому я вот наших казахских братьев попросил разрешения говорить на русском языке. Тем более, что наши культуры всегда были очень тесно взаимосвязаны. Я сам учился в Московском государственном университете имени Ломоносова. Механико-математический был такой факультет. Может быть, кто-то из вас после службы отправится в Россию учиться. Там прекрасные люди, прекрасные преподаватели и профессора. Вот. И, значит, я хочу в двух словах, может, что сказать. Вот есть такие вот вещи в жизни, которые обычными вот действиями, житейскими, с материалистической точки зрения никак невозможно объяснить. Вот, например, у нас, у казахского народа, всегда так было. Я вот удивляюсь вашему терпению. Вот мы столько здесь стоим, время ваше отнимаем, да? И вы все сидите и молча вот слушаете. И в этом есть что-то необычайно удивительное. Меня это удивляет. Может, для всех кого-то может по-разному. В этом есть уважение к человеку, который к вам обращается и говорит. Уважение к старшим. И как вот это объяснить? Вы могли бы не слышать, делать вид, что слушаете, и закрыть глаза, и, значит, заткнуть уши и сидеть делать вид. Но тем не менее, у вас есть что-то, да, которое заставляет с уважением относиться к человеку, который стоит перед вами, и который старше вас. Не потому, что он умнее, может быть, вы в 10 раз умнее этого человека. Это называется уважением к человеку. Вот вы мне объясните, откуда это? Вот вторая вещь, допустим. Мы все знаем, значит, скрывать не будем, надо будем говорить правду, да? Вот. Есть такая вещь, дедовщина, о которой сегодня упоминали. И вот когда сегодня об этом вспомнили, я подумал вот о чем. Вот есть такой великий человек, Лев Толстой, который является общим, и мы, мусульмане, приверженцы религии ислама, сидящие вот здесь все ваши, значит, старшие вот братья, считаем его нашим учителем, учителем исламской религии, великим учителем и христиан, и мусульман. Потому что он сказал очень простую вещь. Вот ударить человека, да? Вот я ударил человека. Вот у меня, я хочу сказать, показать всем, что я очень сильный. Оказывается, это не так трудно это сделать. Это может любой сопляк сделать, найти человека, который его слабее, и ударить его. А оказывается, гораздо труднее, знаете что? Гораздо труднее, если я в чем-то не прав перед кем-то, сам это почувствовал и подойти к нему извиниться. Это называется побороть самого себя, свое ложное самолюбие, свою гордыню. И вот религия, о которой сегодня говорили, занимается именно вот этой вещью.
во-первых, заставлять человека уважать человеческое достоинство, уважать прежде всего себя, и, во-вторых, убрать в своей душе все, что является ложным, мнимым. Вот ударивший человек, его охватывает тут же, это психологи говорят, еще большая ярость. Он его сейчас хочет не только ударить, он его хочет еще там сломать ему что-то, пнуть его, и что-то зверское в нем просыпается. И какой-то голос ему говорит: ты не прав, ты это не должен так поступать, он такой же человек, как и ты. Он твой брат. Но кто-то сидит другой в душе и говорит: ты забудь о том, что он твой брат. И оказывается, когда человек поступает с кем-то жестоко, да, садизмом, он это делает потому, что он создает в душе, внутри себя, что он не прав. И вот его неправота заставляет его быть еще более жестоким. Вот подумайте над этим, это интересный момент. То есть ударить человека легко, вот Толстой говорит, а прийти и извиниться гораздо труднее. А что нас заставляет не извиняться? Зная, что я не прав. Вот это называется ложной гордыней, это микроб, это болезнь души, которую надо лечить. И этим лечением занимается религия. И христианская, и последняя религия, которая человечеству пришла в виде Корана от Магомеда, ислам. Вот такую вещь я вам, краткую такую притчу расскажу. Вот смотрите, интересно, мы здесь собрались. Я доктор технических наук, я специалист в области машиноведения. Ну вот, изучал бы я, сидел в своей машине, что я задаюсь каким-то Толстого какого-то читаю. Библию я несколько раз читал. Коран моей настольной книгой является. Бхагавад-гиту кришнаитов я тоже в свое время читал, и буддизм. Что заставляет меня это все делать? И здесь сидящие люди, историки есть. Вот философ перед вами сейчас будет выступать. Вот историк Закария Агаланус. Значит, представитель нашей вот этой вот духовной, ну, будем говорить, общества нашего республиканского, также является бизнесменом, специалистом в своей области и журналист. Что нас всех объединяет? И вот вы здесь сидящие тоже, нас всех объединяет одно. Рано-поздно человек все равно в своей жизни настанет такой момент, когда он все равно спросит себя, кто я такой и вообще откуда я появился? И зачем я здесь живу? Откуда я взялся? Рано-поздно человек должен будет ответить, вообще Бог, он существует или нет? Или это все ложь? И вот если он даже отвечает утвердительно, Бога нет, и правил, законов, о которых сегодня говорили, тоже не существует, я сам себе хозяин, я сам творю законы, живу по своим законам, все равно он рано-поздно будет все равно 1000 раз задавать себе этот вопрос. Почему? Потому что мы все созданы из единого материала. У нас у всех есть некий орган внутри нас, который называется сердце, который обладает уникальными, удивительными качествами. Однажды, говорят, Иисус из Назарета, вы знаете, он из страны, которая называлась, его называют по стране, из которой он произошел, Назарет. И была страна, значит, Самария. Он направлялся в эту страну однажды, и между эти две страны враждовали. Ну, если простым языком житейским говорить, ну, терпеть просто не могли. И если, скажем, из Самарии человек пил из колодца какого-то, для назарянина, вот человека, который вот из другой вот страны, из которого Иисус происходит, было большим грехом пить из того же колодца, из которого пил вот этот человек, из другой страны. Это же ложь, это же понятно, это же смешно, да? Но люди, тем не менее, творили эту глупость, враждовали друг с другом. Как вот евреи с арабами друг друга терпеть не могут,
а и того, и другого создал Бог. И это смешно нам, вот, со стороны мы сидим, смотрим, и нам смешно. Иногда бывает, скажем, ну не дай Бог, там конфликты разные, этнические, да? Со стороны смотришь, смешно. И вот до такой степени дошли, однажды Иисус шел, и стоит девушка около колодца, самарянка. Иисус подошел, говорит, дай мне воды из этого колодца. Она узнала в нем человека из Назарета. Говорит, как же ты, человек, будущий из этой враждебной страны, просишь у меня из моего колодца воды, где это слыхано? Что за это же ужасно, это... Как вы можете вот так вот поступать? И он тогда начал ей объяснять, что все мы люди, что в нас у всех есть внутри что-то общее, что всех нас создал Бог и так далее. Ну, я проповедь вам читать сейчас не хочу на эту тему. И эта девушка убедилась вдруг и признала, что да, действительно, в нем ничего такого нет, все это, говорит он, правда. И сказала, у меня в сердце я в своем почувствовала такое вот тепло, которое всем сердцем моим овладело, и которое мне сказала, что да, он говорит правду, хотя ее с детства учили другому. И говорит, ты прости, говорит человек, я бы тебе принесла бы воды из этого колодца, сколько ты хочешь, всю жизнь бы поила. Но, говорит, здесь нет воды. Уже 2 поколения, как в этом колодце нет воды. И тогда Иисус сказал ей, говорит, вот видите, говорит, все мирское всегда кончается, рано-поздно. Если ты хочешь пить, вот ты можешь утолить жажду, ведро воды выпить, через день ты снова захочешь пить, правильно? Вот если ты наелся, через какое-то время проходит, опять ты хочешь кушать, есть. То есть желания плоти души, они всегда вот, неиссякаемые не бывает, всегда бывает этому конец, как иссох этот колодец. А хочешь, говорит, я тебе покажу такой колодец, из которого ты будешь пить, и она никогда не иссякнет, и этот родник находится в тебе, заключена в твоем сердце, и из этого сердца этот родник тебя приведет, этот поток, к вечному морю, океану, который никогда не иссякает, и всю свою жизнь, не после смерти, а еще в этой жизни, ты никогда не будешь испытывать жажды. Ты никогда не будешь испытывать жажду. И есть у нас хадисы у пророка, которые полностью по смыслу повторяют эти слова, поэтому я, будучи уверенным в том, что вот этот библейский сюжет из Библии на самом деле действительно является правдой. Есть, вот сейчас, вы знаете, в Ватикане заседает, значит, комиссия у католиков там. Вот Папа Римский, да, вы знаете, Иоанн Павел какой? 2. Вот у него сейчас комиссия работает. Они нашли более 4000 противоречий в Библии, которые привнесены. Да, Иисус пророк, мусульмане его признают пророком, но, к сожалению, последователи Иисуса и потом вот люди церкви, чтобы, преследуя разные политические цели, экономические цели и всякие другие цели, этнические цели и так далее, изменили слова Библии. И более 4000 противоречий. Я сам их находил. Вот в одном аяте или предложении говорится, поклоняйтесь единому Богу, поклоняйтесь. В другом месте там идея о существовании 3 богов в виде Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа и так далее. Но 90% Библии я подписываю, я вполне с этим согласен, что там действительно все сказано правильно. Может быть, я ошибаюсь. И вот сейчас сидит комиссия, решает этот вопрос. Мусульманские, значит, ученые и христианские ученые открывают Библию, открывают Коран и сравнивают тексты. И такая работа сейчас в мире производится. А Коран,
Он пришел позже, поступил. То есть людям вот, на землю был спущен. Если его изучать, и если знать, как его изучать, и если знать, кто вам преподносит это учение, убеждает это ваше сердце или что-то здесь не то, то это является последней религией, которую Бог послал. И вполне людям понятно, если есть религия, если есть Бог, он должен быть общим для всех людей. Если есть учение, то оно должно быть общим для всех людей. Не бывает истины для отдельно американцев, истина отдельно для казахов. Она должна быть общей. И этому критерию отвечает Коран. И многие ученые сейчас во всем мире признают этот факт. Я работал 2 года в Германии, встречался с очень многими учеными тоже, значит, и которые тоже эти слова могли бы подтвердить. И вот в заключение я хочу вам вот такую вещь назвать. Есть прекрасное стихотворение Лермонтова, которое я еще со студенческих лет знаю. Я вот сейчас здесь сидел, вспомнил и записал у себя в блокноте. Дело в том, что наши деды в казахской степи, религия вот эта, ислам, да, никогда не предполагала какие-то запреты, какие-то заставления, какие-то противоречия неустранимые. Она достигала своей цели, распространялась через живое общение с людьми, носителями этой религии. Их называли устазы. Казахстан мақал бар, устазы жоқтың, устазы шайтан дейді. У кого нет учителя, нет устаза, друг его является сатана, шайтан. Это одна из концепций от ислама. И использовал Ходжа Ахмед Яссави оригинальную при этом методику, основанную на священных писаниях Корана, на хадисах, то есть высказываниях пророка. И распространители ислама тех времен использовали так называемые учения, ну как можно сказать, учение мудрости или учение чуда. Ильми хикмат. Илм деген казахша ғылым, учение. Хикмат имеет 2 значения. Первое значение мудрость, второе значение чудо. И я хочу здесь своих братьев пригласить, которые владеют этой методикой благодаря милости Аллаха. У нас есть устаз, учитель, который нам научил, живое учение нам принес Ходжа Ахмед Яссави, и которые и во времена советской власти, вы знаете, в Туркестане мечеть и мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, она функционировала, действовала, и даже, как говорится, советская атеистическая пропаганда, безбожная, не могла отрицать, что в этом что-то есть. И в этом сила учения Ходжа Ахмеда Яссави. Я вас призываю послушать эти песни чудесные, слова мудрости. А перед этим хочу прочитать, может быть, мне кажется, уместным вот стихотворение Лермонтова, называется «Ангел». По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И небо, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он душу молодую в объятиях нес. Это ребенок рождается на земле. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук этой песни в душе молодой остался без слов, но живой. Он пел о блаженстве священных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его неподдельной была. И долго на свете томилась она. Что она? Душа. Желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли и скучные песни земли. И в каждом человеке живет вот эта потребность, в каждой душе, услышать эти чудесные звуки. И мне кажется, то, что мы называем тахлиль, зикр, это воспоминание об Аллахе,
воспоминание о состоянии наших душ, ведь душа наша, она жила где-то. Она не вдруг появилась, она была, она есть, существует на этой земле и будет, она вечна, она не умирает никогда. Все религии подтверждают это, и наука, в том числе в настоящее время тоже. И душа любая, человеческая, будь то христианская, мусульманская и так далее, любая душа жаждет по этой песне, по этим звукам. И егер тыңдасақ орны болатын шығар, да? Хикметтер. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың тақлил, зікір және хикметтерін сіздердің назарларыңызға ұсынайық. الله وأولياء الله ووسيلتنا إلى الله رفع الله درجاته وأتمم بركاته علي وعليكم في رضاته وبركاته. Бізге осы біздің ұлт болып маяланып, біртұтас мемлекет болып, Қазақстан сияқты кең байтақ территорияда өмір сүрген Алтайдан Каспийге дейінгі, Оралдан Тянь-Шаньға дейінгі үлкен Қазақстан деген отанды киелі топырақты отанға айналдыру жолында үлкен мұра қалыптастырған, ілім берген, осындай дәстүр қалыптастырған әулие екенін білесіз. Жаңа айтып өтті менің алдымда біраз ағаларыңыз. Міне бұл ілімнің негізгі мақсаты Алла, адам, қоғам арасындағы тұтастық, бірлік болатын. Міне бұл бірлік, тұтастық, былайша айтқан ең бірінші біз сияқты пенделердің Алла алдындағы парызын, міндетін, борышын білу болып табылады. Бірінші біздің парызымыз сонда адамның Алла алдындағы парызы Алланы тану, және Алланы тану үшін өзінің бірінші борыштарын тану болады. Былайша айтқан кезде сіздерге қарапайым тілмен түсіндірген кезімізде сіздер біздің Қазақстанның аяулы азаматтары, біздің отандастары ретінде сіздер біздің отанымыздың алдындағы қасиетті борыштарыңызды осы әскерлік өтеумен өтеп жатсыздар. Міне сол сияқты адамның да Алланың алдында бірінші борышы оны тану және оны еске алу. Міне осы жолда соны табуға апаратын бірінші әдіс зікір. Ла илаха иллаллах. Алладан басқа илах, Құдай жоқ мағынасында. Міне осы зікірді қайталау арқылы зікірдің ішінде жатқан Алла, оның Мұхаммедтің нұры, оған деген ғашықтық, оған апаратын жолды, мынау адамның жүрегіндегі дақтарды, мынау аяттарда айтып жатыр, жүректегі дақтарды аяттың, Құранның аятымен шаю арқылы Аллаға жақын бір рух халін жеткізу. Адамда өзінің егізі шыққан тегі бәрімізге берілген мына рух, Алланың бізге берілген қарыз аманаты. Міне сол аманатты кірге шалдықтырмай, соған оралу жолындағы рухты таза, сап күйінде қайтару жолында табылған жолдар бұл жолдар. Бұның атын былайша айтқан кезде Ахмет Яссауидің ғибрат кестесі десек, былайша айтқан кезде Ахмет Яссауиге Құдайдан берген құты ретінде қабылдасақ, бұлардың барлығы біздің негізгі мәдениетіміздің, бүгінгі мемлекеттілігіміздің негізінде жатқан негізгі дәстүр деп есептеймін. Енді сіздерге мына сөздің соңында айтарым,
сіздер жауынгер, біздің еліміздің жауынгері, қасиетті отанды сақтау, отанды қорғау деген үлкен парызды өтеу алдында осы жердесіздер. Бұл киелі топырақ, киелі отан, бұл отан әшейін қарапайым сөздер емес. Бұл отан үшін көптеген ата-бабаларымыздың қанымен суарылған топырақтар. Жаңа айттым көлемі. Бұл көлемі жердің көлемі емес, біздің бабаларымыздың осы жолдағы, осы мұрада еңбек еткен, қанын төккен, бізге қалдырған мұралардың ара салмағы деп есептеуіміз керек. Бұндағы жаңағы дін мен әскер арасында байланысты, мен сөзімнің соңында айтайын, Қожа Ахмет Яссауидің бір дәстүрі бар. Бұл дәстүрде 4 принцип бар. Бірінші принципте кеңістік, мекан дейді былайша айтқанда. Кеңістік, ол жаңағыны сіздерге айттық, біз тәуелсіздік, киелі тәуелсіздік омының Нұрекеңнің сөзіне қараңыздар. Біздің елдігіміздің, тәуелсіздігімізді нығайту біздің қарулы күштеріміздің мақсаты ретінде анықтап отыр. Бірінші бізге кеңістік, яғни отанымыз бар, Құдайға шүкір. Екінші, бұл кеңістікте, екінші принципі, былайша айтқан кезде уақыт, заман дейді. Уақытта, кеңістік пен уақыттың ішінде бізде тыныштық болу керек. Бұл тыныштықты сақтайтын мына сіздер. Үшінші, еліміздің арасында қалай тыныштық болатын болса, мына сол елді қорғап, сақтап отырған сіздердің араларыңызда ихуан, татулық, бірлік, бауырлық принципі жүру керек. Үшінші, төртінші принципі Ахмет Яссауидің, мынау раб пен сұлтан. Бұл деген сөз Яссауи жолындағы бауырлардың сол мемлекеттің басшысына деген беріктігі. Былайша айтқан кезде бүгінгі біздің мемлекетіміздің президенті біздің елдігіміздің кепілі. Міне осыған қалай сіздер өздеріңіздің адалдықтарыңызды, беріктік екендіктеріңізді білдіретін болсаңыздар, онда отан алдындағы, атан алдындағы, Алла алдындағы, өздеріңіз алдындағы борыштарыңызды, парыздарыңызды орындағандарыңыз, сол міндеттеріңіз атқарғандарыңыз ол есептелінеді. Бұның барлығы сіздерге былайша айтқан кезде жаңағына дәстүрде айтылған хикметтің, зікірдің негізгі мазмұны осы, адам өзінің жауапты екендігін кімнің алдында сезіне білу керек, және оны үнемі есінен шығармай, есіне алу керек. Бұның атын ақиқатты еске алу, былайша айтқан кезде зікір деп атайды. Сау болыңыздар, бар болыңыздар. Соңғы сөз. Енді сіздерге жаңағы алдыларында сіз өнер көрсеткен топпен таныстырып өтейік. Бұл топ Яссауи вокалды шығармашылық тобы. Егер теледидардан, радиодан көретін болсаңыздар, 2000 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатқан вокал шығармашылық топ қазір Қазақстан ұлттық телеарнасында, радиоларда түрлі діни мазмұндағы әндермен, әуендермен белгілі. Енді осы кісілер сіздерге таныстырып өтейік. Ең алдымен шет жақтан бастаймын. Берік деген азамат, бұл екі дауыста жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, әлемде санаулы адамдардың қатарына кіреді, Құран оқу мәнері жағынан. Бұл осы сенім білім қоғамдық республикасында рухани орталық бар, Шәкәрім атындағы медресе бар, соның қария ұстаз. Одан кейін Серікхан деген бауырларыңыз, замандастарыңыз, ол да осы медресенің ұстазы, қари болып саналады, осы Құран жаттау жағынан шебер маманданған. Одан кейінгі бауырымыздың аты Бағлан, ол кісі де осы сіздердің замандастарыңыз, Жамбыл облысынан, жаңа Серікхан Семей өздеріңіздің жерлестеріңіз Аягөзден, ал Берік бірінші тұрған ол Алматы облысынан келген аудан. Одан кейінгі Алтынбек деген бауырларыңыз, Қазақстанға танымал Құрманғазы атындағы оркестрді білесіздер, сол жерде арнайы контрабас деген аспапта ойнайды, музыкант, консерваторияның түлегі. Одан кейінгі тұрған Ахан деген бауырларыңыз, ол қазір Қазақстан қазақ радиосында жаңағы музыкалық режиссер болып жұмыс атқарады, консерваторияның түлегі, музыкант, кәсіби. Одан кейінгі ортадағы ағаларыңыз, сіздердің көпшіліктеріңізге, бауырларыңыз, замандастарыңыз Елдос Еміл, Қазақстанға танымал